Web3 ға кіріп, бірінші полигонға қойып алдым. Кошелегімді енді ссылканы мына жерге әкеп адресті қойып алдым. Ары қарай сайт ашылды. Registration Viva Crypto Wallet деп үстінен басамын. MetaMaskпен кіріп келе жатырмын. Подключиться деп шықты. Осылай подключить дедім. Өзіме жаңағы Web3 ға тіркеліп жатырмын. Мына жерде подписать деген кнопканы басамын. Подписаться еттім. Профиль ашылды. Енді профильді басып, мына жерде адресім привязка болды. Енді connect деп телеграмды привязка жасайын деп жатырмын. Мына жерде Қазақстан таңдаймын. Мына жерде өзімнің актив номерімді жазамын. Далее дегенді басамын. Сөйтемін да. Мына жерден принять деймін. Мына жерден мынаны басып, логинді басып, MetaMaskпен с помощью MetaMask деп басамын. Мына жерден connecting болды. Енді MetaMask'та парольді қоямын. Өзімнің MetaMask'тың паролін қойдым. Разблокировать. Жаңадан кірген адамға міндетті түрде осының барлығын білу керек екен. Мен хочет присматривать ваши счета деді. Подключиться дедім. Болды. Тіркелдім ау деп тұрмын мына жерге. Қайтадан логинді бастым. Viva Crypto Wallet. Мына жақ тағы да MetaMask. С помощью MetaMask деп таңдадым. Айландырып connecting. Подключиться дедім. Болды. Открыть приложение MetaMask. Продолжить деп. Подписать это сообщение. Подписать. Неше мәрте подписать ете береміз. Осы жерінен өздері бір қате еткен сияқты ма. Бүгіндікке тірлігім осы болды менің. Мына жерге кошелекпен профильді бассам. Жу дегенді бастым. Үстінен бастым. Кошелек мына жақтан привязан болды. Енді мынау телеграм неге қосылмайды? Мен соған таңғалып тұрмын. Подключить телеграм. Все. Екеуі де қосылды. Құдайдың мұнысына шүкір. Бағана бері осыны қосамай әлекке түстік қой. Скопировать. Кошелекті да, телеграмды да привязка жасадым. Ура! Енді скопировать реферальную ссылку. Наконец-то. Енді бұйырса, өзіме тал алсам ба деп тұрмын деп қойсам. Осы жерінен осы видеоны тоқтатайын. Дәл қазір мен өзіме Web3 деген платформаға тіркеліп, MetaMask'тан смарт
контракт ашып, ол жердегі телеграм кабинетіммен кошелекті привязка жасадым. Бағанағы бері таңнан бастап осыны істей алмай отырғам. Менде екінші телеграм екі жақта қалып кетті да. Енді мына жерде купить дерево дегенді бұйырса келесі екінші жаңағы видеода түсіндіретін боламын. Купить деревоны қалай сатып алатынды. Бұл менің бүгін қаншасы 7 қаңтар күнгі 2025 жылғы алғашқы NFT-ім. Құдай қаласа бүгін осы NFT-ді аламыз $69-ға. Өзімнің жаңа болашағыма зейнетақы ретінде жинақтап жатырмын. Бұл туралы сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар, өздеріңізге түсіндіретін боламын. Енді скопировать реферальную ссылку дейді. Просматривать история транзакций, прямые трансляции роста ваших деревьев дейді. Осының барлығын көрсетеді екен болашақта. Бұл бағытты мен өзім интернет арқылы тауып алдым. Маған бұны ешкім ұсынған жоқ. Менің өзіме осы бағыт қызық болды. Енді бұйырса Құдай қаласа Ферғана жақта менің бір осындай бір талым бар деп жүретін болам. Әлі алған жоқпын, бұйырса аламын.